Бүгін елімізде жаңа футбол маусымы бастау алды. Республиканың 6 аймағында өткен тартысты жарыс осымен 23-ші рет өткелі тұрған ел чемпионаты. Алғашқы турдың орталық кездесуі бірер сағат бұрын Павлодарда аяқталды. Ертіс командасы еліміздің ең мықты клуб ойыншылары Қарағандылық Шахтерді қабылдады. Бүгінгі ойын жанкүйерлер болжағандай тартысты болмады. Ойынның 34-ші минутында соғылған жалғыз голдың авторы павлодарлық жартылай қорғаушы Евгений Аверченко болды. Осылайша есеп 1-0. Бұл маусымда Ертіс ойыншылары алғашқы 3 ұпайларына ие болды. Ал шахтерлықтар ресми кездесулер қорытындысы бойынша екінші мәрте сәтсіз ойын көрсетті. Естеріңізге сала кетейік, осының алдында қарағандылықтар суперкубок тартысында Ақтөбе командасына есесін жіберіп алған болатын. Мы всегда ждем открытия сезона. Біз маусымның ашылуын қашанда асыға күтеміз. Бұл барлық қалада өтетін футбол мейрамы. Менің ойымша, қазақстандық футболдың аяқ алысы жаман емес. Еврокубок ойындарында командалар жақсы нәтиже көрсетіп келеді. Осы чемпионат жанкүйерлердің көңілінен шығады деген ойдамын. Барлығына сәттілік тілеймін.